Қайырлы күн. Бүгін сіздермен упрощенка режиміндегі жеке кәсіпкерлікке отчет тапсыратын боламыз. Қазіргі уақытта упрощенка режимі бойынша отчет тапсыру уақыты, яғни 2025 жыл бірінші жартыжылдық бойынша. Осы бірінші жартыжылдық бойынша қазір сіздерге отчет тапсыру нұсқаулығымен бөлісетін боламын. Мұнда жеке кәсіпкерлікте ешқандай жұмысшысы жоқ, доход болған жағдайда қарастыратын боламыз. Алдымен жеке кәсіпкердің ЭЦП ключімен кабинетке кіріп аламыз. Мұнда байқап тұрғандарыңыздай мен кабинетке кіріп алдым. Әрі қарай отчет тапсырмас бұрын бізге қажетті құжаттар, ол бізде алдымен доход. Доход бірінші жартыжылдықта болған доход, қандай әдіспен доход болды, қандай кассовый аппаратпен доход қабылдады, сол бойынша міндетті түрде выпискасын алатын боламыз. Бұл кәсіпкерде мүмкін Каспи-пэй болуы мүмкін, немесе рекасса болуы мүмкін. Кассовый аппараттардың түрлері көп. Кәсіпкердің өзінен мән-жайдың барлығын сұрап, выпискасын міндетті түрде аламыз. Әрі қарай СФ болуы мүмкін, яғни электронный счет фактура. Электронный счет фактурадан да өзіне қажетті осы жартыжылдыққа байланысты выпискасын алып аламыз. Әрі қарай бізде әлеуметтік төлемдер. Әлеуметтік төлемдер қазіргі уақытта 4 төлем, ол зейнетақы төлемі, және де зейнетақы төлемі ол жұмысшы үшін төленетін төлем, сонымен қатар әлеуметтік төлем және де медициналық аударым. Осы 4 төлем бойынша анықтамасын біз егов порталынан алып аламыз. Келесі режимді алдымен анықтап аласыздар кәсіпкерліктен. Режимге байланысты отчет тапсыру маңызды. Осы жағдайды есте сақтаймыз. Келесі біз УГД-ларды анықтаймыз. УГД-ларды сервисе бөлімінде регистрационный данныйдан анықтаймыз. Регистрационный данныйда міндетті түрде датаны обновление жасап аласыздар. Егер де бұрынғы датамен қалып қойса, сіздің бұл кәсіпкерлікте өзінің пропискасы немесе кәсіпкерліктің ИП-ның адресі ауысқан болса, сол бұрынғы датамен қалып қою мүмкін данныйлар. Сол себепті бұл данныйларды жаңартып отыру маңызды. Егер де бұрынғы датамен, бұрынғы данныймен жазылып кетсе, қателіктер болады. Сол себепті мұндағы датаны міндетті түрде обновление жасап, өзіңіз кіріп тұрған датамен өзгеруін күтуіңіз қажет. Қазір мұнда мен кіріп тұрған датамен обновление жасап алдым. Егер де білмесеңіздер, мұнда обновление жасау үшін запросить данные. Окей, міне. Проверить статус запроса дейсіздер. Осылай данныйдың мұнда датаның өзгергенін күтесіздер. Дата өзгергеннен соң төменге қарай жылжытамыз. Төменде біз 4-ші яшыққа мән береміз. 4-ші яшықта, 4-ші жолақта бізге қажетті данный ол бин аппараты. Бин аппараты ол налогтар төленетін аудан. Оны біз мұнда отчет тапсыратын кезде яшықта көрсетеміз, 027 яшығында көрсетеміз. Сол үшін біз ИП-ның тіркелген ауданын міндетті түрде қараймыз. ИП тіркелген аудан егерде қала немесе облыстың районның өзінде болатын болса, ол районды көрсете бересіздер. Ал егерде ауылды жерде тіркелсе, мұнда сол ауылдың әкімшілігін міндетті түрде анықтайсыздар. Әкімшілік бұл жерде село жібек жолы, мысалы жібек жолы бойынша қай әкімшілікке қарасты бұл ауыл, сол әкімшілікті бин аппаратында көрсету маңызды. Осы нәрсені есте сақтаймыз. Әрі қарай бізде 9-шы яшықта графа бар, білесіздер. Осы графада УГД-лар көрсетілген по месту жительства және де по месту нахождения. Бұл бізде отчет тапсыру үшін өте маңызды. Осы екі данный бойынша УГД-ларды қателестірмей өзімізге сақтап, белгілеп аламыз. Енді әрі қарай біз отчет тапсырамыз. Отчет тапсыру үшін настройки бөліміне барамыз. Настройка списка формды таңдаймыз. Әрі қарай 2025 жыл 910 форма. Міне біз уже отчет тапсыру графасын қарадық, міне ашылды. Енді сәйкесінше данныйларды дұрыс енгізуіміз қажет. Осы тұста тағы да ескеретін жағдай, ол қазіргі уақытта кабинетте кейбір данныйлар дұрыс енгізілмей, көрсетілмей қалып жатыр. Сол себепті барлығын поэтапно дұрыс және де детально енгізуге тырысыңыздар. Егер де өзіңіз отчет тапсыру бойынша білмесеңіз, яғни отчет тапсыруды білмесеңіз, сіздерге описание номер қалдырамын, сол номер бойынша хабарлассаңыздар болады. Сонымен қатар осы ИП, егов бойынша курс қажет болса, онда тоже хабарлассаңыздар болады. Толық сіздерге бағдарламамен таныстыратын боламын. Әрі қарай өзіңіздің жеке кәсіпкерлігіңізді өзіңіз жүргізе алатындай жағдайға дейін сізді жетелейтін боламыз. Мұнда енді біз бірінші, яғни 3-ші жолақтан бастап яшықтарды сәйкесінше толтырып бастаймыз. 3-ші жолақта полугодие, бұл бізде
упрощенка режимі бойынша бірінші жарты жылдық. Айта кетейін, яғни бірінші жарты жылдық отчет тапсыру уақыты ол июль айының 1-нен август айының 15-і аралығын қамтиды. Бұл бірінші полугодие уақыты ол упрощенка режимі бойынша январь айының 1-мен июнь айының 30-і аралығын қамтиды. Осы аралықтағы доходтар бойынша біз отчет тапсырамыз. Осы отчетта қазір барлығын көрсететін боламыз. Мұнда бірінші жарты жылдық. Келесі не ведет, ешқандай да бухгалтерлік учетты қажет етпейді. Әрі қарай вид декларации. Вид декларация сіздер білесіздер, алдыңғы нұсқаулықтарда барлығын толықтай түсіндіргенмін. Қазір қысқа айта кетейін. Первоначальный дегеніміз бірінші жарты жылдықтың айларында ашылған болса, первоначальный деп таңдайсыз. Егер де бұдан алдыңғы жарты жылдықтарда ашылса, очередная, дополнительная бұл қандай да бір қосымшалар енгізетін болсаңыз, осы вариантты таңдайсыз. Ал егер де дополнительное по уведомлению бойынша ол бізде камеральный контроль бойынша уведомление келген жағдайда, келесі ликвидационный ол жабу стадиясына, яғни толықтай ИП-ны жабатын кезде тапсырылатын вид декларацияның түрі. Қазір біздің жағдайда бұл жеке кәсіпкерлік бірнеше жыл алдын ашылған, сол себепті очередная. Осы тұста міндетті түрде жеке кәсіпкерлік қай уақытта ашылған барлығына мән беру қажет. Әрі қарай енді біз резидентство бойынша Қазақстан азаматы болса резидент деп таңдайсыздар. Қазақстан азаматы болмаса не резидент деп көрсетеміз. Бізде енді Қазақстан азаматы, белгілеп алдық. Енді біз мұндағы разделға келеміз. Доход разделы. Бірінші 910.001 ұяшығында доход бұл общий доход енгізіледі. Общий доход бірінші жарты жылдықта сізде жеке кәсіпкерлікте қаншалықты доход болды, сол айларды қамтитын общий доходтың қосындысын енгізесіздер. Мұнда бұл кәсіпкерде Каспий Пэй арқылы доход болған. Ондай жағдайда біз міндетті түрде выпискасын сұратамыз. Ал кейбір жағдайларда Каспий Пэйдан да және де басқа да доход түсу кассовый аппараттары болуы мүмкін, соның барлығын сұратып аласыздар. Выписка осындай көріністе болады, оны сіздер білесіздер. Выписканың периодын міндетті түрде январь айының 1-мен мұнда июнь айының 30-і аралығын қамтитындай етіп алатын боласыздар. Осылай енді біз мұнда выпискадан общий доходты қараймыз. Выписканы толықтай общий доходын есептеу өте маңызды, өйткені бұл жерде доход болып саналмайтын төлемдері де болады. Сол төлемдерді алып тастау қажет. Егер де выписка бойынша қиналып жатсаңыздар, сіздерге көмектесетін боламын. Описаниеде номер қалдырам, сол номер бойынша барлық сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Выпискада толықтай бізде өз-өзімізге жасаған переводтар немесе қандай да бір банктен займнан кредит алған жағдайлардың барлығы көрінетін болады. Клиентті үлкен шығынға ұшыратпау үшін осы выписканы міндетті түрде білу маңызды. Жаңа айтып өткенімдей, доход болып саналмайтын суммалар да осы жерде көрінеді. Сол сумманың барлығын алып тастау маңызды. Оның барлығы өйткені бізге налог болып есептелінетін болады. Сол себепті выписканы оқу маңызды. Әрі қарай бұл кәсіпкерде міне общий доход 877.640 теңге болған. Осы доходтан бізде алып тастайтын, яғни доход болып саналмайтын суммаларды алып тастадық. Соңында бұл кәсіпкерде 850.080 теңге доход шықты. Осы бойынша біз енді отчет тапсыратын боламыз. Қайтадан ұяшыққа оралайық. Осы жерде жаңағы біз есептеген общий доходты есептейміз, яғни көрсетеміз. Бұл жерде бұл кәсіпкерде 850.780 теңге. Әрі қарай А вариантында егерде Каспий Пэй арқылы, СФ арқылы түскен доходтар болса, осы безналичный расчетқа сол жаңағы Каспий Пэйдан түскен доходтың қанша бөлігі түсті, осы общий доходтың қанша бөлігі түсті, сол бөлігін жазасыздар. Ал біздің жағдайда осы сумманың барлығы Каспий Пэй арқылы қабылданған екен, яғни осы Каспий Пэй арқылы доход болған екен. Сол себепті мен безналичный расчетқа толықтай енгіземін. Әрі қарай біз ешқандай ұяшыққа тиіспейміз. Мұнда жұмысшылар үшін не көрсетіледі. Бұл кәсіпкерде жаңа айтып өткенімдей ешқандай жұмысшы жоқ, тек өзінің жағдайында қарастырылады. Енді төменге қарай жылжытайық кішкене. Мұнда налогтарға мән берсеңіздер, налог бізде общий налог суммасы 3% ол 25.523 теңгені құрады. Налогтар екіге бөлінеді. Ол 1,5% подоходный налог, ал 1,5% минусовать етілген социальное отчисление ол бізде социальный налог. Осы тұста байқап тұрғандарыңыздай социальный налог жазылып тұрған жоқ. Социальный налог негізі автоматын осы жерде жазылады. Жаңа сіздерге
ескерткенім дейін, мұнда кейбір ұяшықтарда қателіктер болып, ұяшықтарда данылар толтырылмай жатыр. Осы данының барлығын өзіңіз есептеп толтыратын боласыздар. Бұл жерде формуланы білу маңызды. Социальный налогтың формуласы бар өзінің. Сол формула бойынша есептеп менсовет етіп тастайсыздар. Әрі қарай бізде доходтар, доходтар бойынша міндетті түрде әлеуметтік төлемдердің анықтамасын аламыз. Бұл анықтамаларда кәсіпкерден негізі выписка бойынша қай айларда доход болды, сол айлар бойынша мұнда доходтар төлену, яғни төлемдер төлену керек. Сол төлемдерді қарайсыздар. Төлемдерде минимальный төлем болуы мүмкін, немесе максимальный төлем болуы мүмкін. Соны қарау өте маңызды. Бұл бізде медициналық сақтандыру төлемі. Медициналық сақтандыру төлемдерін төлеген толықтай. Медициналық сақтандыру төлемдерін толықтай төлеу маңызды. Неге? Өйткені медициналық сақтандыру төлемінен босатылған категориялар бар. Олар студенттер, алтын алқа, күміс алқа иегерлері, пенсионерлер, инвалидтер, соғыс ардагерлері, ал қалған жаңағы кісілердің барлығы просто доход болмаса да ИП ашық тұрған үшін төлеуге міндетті. Осы жағдайда есте сақтаңыздар. Енді бұл жерде барлығын минимальный төлемдерінен төлеп шыққан екен кәсіпкер. Толықтай қараймыз, міне қарап шықтық. Енді қайтадан отчет периодына барамыз. 3 айда төлем болған, 3 айда доход болған, яғни январь, февраль, март. 1 ай январь, 2 ай февраль, 3 ай март. Сәйкесінше 4 ай апрель, 5 ай май, 6 ай июнь. Осылай сәйкес толтырып шығамыз. Мұнда бірінші бізде 910.0 доход бұл социальное отчисление бойынша доходы, яғни минимальный төлем болғандықтан, минимальный төлем 85 мың. 3 айда 85 мың деп көрсетемін. Бұл жерде әйтеуір жаза беруге болмайды. Міндетті түрде қараңыздар, выпискасының төленген төлемдерінің барлығын қараңыздар. Келесі 910.012 бұл пенсионка бойынша доход. Пенсионка бойынша да доход 85 мың. Әрі қарай 910.011 яшығы бұл ОПВР, жұмыс беруші, жұмысшысы ретінде өзіне де төлейтін төлемдер. Бұл 2125 теңге. Тоже 3 айға төлеген, өйткені 3 айда доход болған. Келесі бізде 910.015 социальное медицинское страхование. Бұл жаңа айтып өткенімдей медстраховка төлемдері. Медстраховка төлемдері 5950 теңге. Бұл кәсіпкер барлық айларға төлеп шыққан, өйткені жаңа ескертіп айтқанымдай, доход болмаса да негізі ИП ашық тұрған үшін мұнда босатылмаған категориялар төлеуге міндеттелген, сол себепті төлейсіздер. Медициналық сақтандыру төлемін төлеп алдық. Егер де босатылған категория болса, мұнда 0 қойып кетесіздер, хотя 0 қоясыздар, өйткені ошибка болуы мүмкін. Бұл медициналық сақтандыру төлемінің ұяшықтарын пустой қалдырмайсыздар, өйткені ошибка болуы мүмкін. Сол себепті төлемесе де 0 қойып кетуі керек. Енді 4-ші страницаға барамыз. 4-ші страницада бізде жаңа бин аппараты туралы айттым сіздерге. Бұл бізде 910.027 ұяшығы. Міне. Бин аппараты ол налог төленетін аудан, яғни жеке кәсіпкерлік қайда тіркелген, сол аудан бойынша налог төленетін әкімшілік қайда орналасқан, сол ауданды көрсетесіздер. Енді бұл кәсіпкерлікте жаңа Қарасайский район бойынша тағы да көрсете кетейін. Қарасайский район бойынша, міне Қарасай, Жібек жолы, Қарасай, по месту нахождения, Қарасай бойынша енді тіркелген жаңағы жеке кәсіпкердің ауылының әкімшілігін көрсетеміз бұл жерде. Жаңағы Жібек жолының әкімшілігін табады. Белгілеп алдық. Бин аппаратын дұрыс енгізу өте маңызды. Осы жағдайға мән беріңіздер. Келесі код органа государственных доходов. Бұл жерде по месту нахождения ИП. По месту нахождения ол ИП тіркелген аудан, ал по месту жительства ол кәсіпкердің пропискасы бойынша ауданына. Біздің жағдайда екеуі де бір ауданда тіркелген. ұбт-ларды енгізіп алдық. Енді біз қателік бар жоғын тексереміз.
сосын қателік бар жоғын тексермей жатып, өзіңізде барлық страницаны тағы бір шолып өтсеңіз болады. Барлығын дұрыс енгізгеніңізге көз жеткізу үшін. Мұнда жаңағы налогты міндетті түрде есептеу формуласы бойынша есептеп қойыңыздар. Қазір налогтар автоматын өзі есептеніп шығып тұрған жоқ, именно социальный налог. Осы жағдайда мән беріңіздер. Бұл жағдай бойынша налогтарды төлемесеңіз, сізге штраф қарастырылады, сол себепті налогтарды дұрыс есептеп енгізіңіздер. Енді қателік бар жоғын тексерейік. Ошибок нет, окей. Енді отправить в УГТ деп біз уже окей, цп ключпен қойып қоямыз. Окей. Выбрать. Отправка успешно завершена. Окей, біз уже отчетты жібердік, қол қойып, енді форма налоговой отчетности бөлімінен журнал формынан қараймыз. Найти. И міне біз тапсырған отчет обрабатывается в source. Найти. Яғни осы отчет бізде разнесена болып отыруы қажет. Осылайша біз отчетты тапсыратын боламыз. Әрі қарай налогтарды төлеу керек. Налогтардың өзінің төлеу уақыты бар. Налогтарды кешіктірмеңіз, өйткені налогтарда ескерту жоқ. Налог кешіккен жағдайда штраф жүретін болады. Егер де отчет тапсыру қажет болса, ИП, ЕГОВ, арест және график қызметтері қажет болса, сонымен қатар осы салада біліміңізді дамытқыңыз келсе, курста бар. Егер де осы жаңағы айтылған қызметтер сізді қызықтырса, описаниеге номер қалдырамын, хабарласыңыздар.